Ең біріншіден, сіздер лайфқа, кір-шыққа кіріп отырғанменде міндетті түрде базовый білім болу керек. Базовый білім деп отырғанымыз свечаның ашылу жабылуын білу керексіздер. Енді сіздерден анализ ештеңе керек емес. Сіздерге сағат 7-ден 20 кеткен кезде ссылка жіберіледі. Анализ қайдан шығып жатыр, қалай шықты, оны сіздер көрмейсіздер. Сіздер тек қана уже анализ дайын болған кезде кіресіздер де точка входаны бір қарап шығасыздар. Даже кір-шықты айтып отыр екен деп, енді бұл салада в дальнейшем перспективаға на долгосрок қарап отырғаннан кейін сіздер постоянно біреудің кіршығымен жүре бермейсіздер. Сіздерге обязательно білім керек, иә. И дополнительно даже өздеріңіз отырған кезде жазып алып отырыңыздар. Қандай уровень, не алды, в дальнейшем өздеріңіз үшін зерттеп, қарап деген сияқты. Ең біріншіден базовый білім болу керек. Одан кейін капитал.комның ішіндегі технический жақтар, продайтты қалай басады, купитті қалай басады, портфельге қалай өтеді, стоп-лосты қалай қояды, тейк-профитті қалай қояды. Жаңағындай стоп-лосты қоятын кезде бізде 3 раздел бар. Дистанция арқылы қоюға болады, ценовой уровеньмен қоюға болады. Одан кейін продать, купить ортасындағы спред деген сияқты. Ондай ешқандай да сіздерге сабақ өтілмейді. Технический жағын сіздер уже білу керексіздер. Единственно, мен мынандай жердегі спред дегенді айтып өтемін, потому что сделка ашатын кезде сіздерде соған бір көздеріңізді жүгіртіп отыруларыңыз керек. Продать, купить бөлімдерінің ортасында сіздерде байқап қарасаңыздар бір сандар тұрады, бір сан тұрады. Сол сан 30-дан аспау керек. Не үшін 30-дан аспау керек? Потому что 30-дан асып кетсе, сіз уже өзіңіздің, получается, сіз продать деп, допустим, сатып тастап жатқан бағада сізді тура кіргізбейді. 30 центтен үлкен болса, сіз уже сделка ашқан кезде қатты үлкен минусқа ұрынып қалуыңыз мүмкін. Спред қандай уақыттар үлкен болады? Қандай кезде үлкен болады? Кешегіндей баға волатильно қозғалып, бір свечамен резко $4 движение құлап бере салып, алды-артына қарамай, импульсный свечамен 1 минут, 2 минут, 5 минут барлық таймфрейм дистрибуционно қатты құлап жатса, қатты өсіп жатса, бұндай уақыттар бізде спред үлкен болады. И ондай уақыттары біз біреудің депозиті үшін, тем более енді жауап бермес үшін, біреудің минусы үшін, біреудің депозитінің сливы үшін жауап бермес үшін ондай күндері біз кіргізбейміз. Енді мүмкін кешегі бірінші пробный күніміздің осындай күннен басталуы мүмкін жақсы да шығар. Осындай күнді де көру керексіздер, что қосылғаннан кейін Аида Алтынай ханыммен біз торговля жасаймыз. Болды, 30 күн бойы кіреміз, 30 күн бойы постоянно $4-5 движениемен жабамыз деген розовый очкилеріңізді қазір шешіп, міне 1 айға шешіп, басқа жаққа алып тастасаңыздар болады. Потому что қайталап айтам, бұл рынокта ешкім біреудің депозиті үшін, тем более даже өз депозиті үшін жауап бере алмайды. Это нормально. Біз баға қысылған күні кірмейміз, и кірмеген күні біз неге кірмейміз, бүгін кірмейміз ба не, а почему деген сияқты негативный мысльдармен, негативный өздеріңіздің жаңағындай аураларыңызбен біздің психологиямызды, біздің көңіл күйімізді құртпауларыңызды сұраймыз. Потому что білесіздер, энергия деген ол заразный нәрсе, и точно так же, как бір адамға жақсы энергиясымен, жақсы көңіл күйімен әсер ететін болса, и точно так же кері әсерінде тегізіп жатады. Сол үшін біз өзіміз сделкаға кірген күні кіресіздер, біз стоп алған күні стоп аласыздар, біз плюспен әдемі профитпен шыққан күні сіздерде әдемі профитпен шығасыздар. Кір деген жерден кіресіздер, шық деген жерден шығасыздар. Біз оны 3 жақты тараптан жазып отырамыз. Қандай сигнал берілді, қандай бағада айтылды, не айтылды, неше доллармен жаптық.
потому что бір айлық отчетты біз шығаруымыз керек. И кір деген жерден кеш кіріп қалып жатсаңыз, шық деген жерден үлгермей шықпай қалып жатсаңыз, это уже сіздің полностью өзіңіздің жауапкершілігіңізде болады. Қайталап айтамын, кір деген жерден кіресіздер, шық деген жерден шығасыздар. Одан кейін бізде one good trade, яғни мені білетін адам біздің всегда ұстанатын позициямызды біледі. 3 к 1, $3 движенияны ұстауды мен студенттеріме де үйреттім. И өзімде сондай позицияны ұстанамын. Кешегінде қысылған күні $1,5 движениемен шығып кеттік. Әдем беріп тұрған күні $3 движениемен шығамыз. Бір-ақ рет кіреміз ба, басқа уақыт очко кірмейміз ба, шортқа кіріп шықтық, неге лонгқа кірмейміз деген сияқты қайталап айтам, негативный сұрақтарыңызбен мазаламаңыздар. Так, қайттан келесі пункт, ол стопқа дайын болу керексіздер. Тағы да мынандай ерекше ескертетін нәрсе, стоп алуға дайын болу керексіздер. Енді қазір отырған әрбір адамның депозиті әртүрлі. Біреуде $100, біреуде $1000, біреуде $2000 деген сияқты. Депозит мынандай болу керек, депозит 100-ден көп болу керек, 2000-нан аз болу керек деген сияқты ешқандай да порог жоқ. Но енді 50.000 мен бір айға қосылып тұрғаннан кейін, естественно, бір штукпен, екі штукпен отырсаңыздар, как бы вы не будете в плюсе, и даже өзіңіздің шығарып отырған 50.000-дық неңізді ақтай алмайсыз. Поэтому әрине енді 1-2 штукпен отырмайсыздар деп ойлаймын. Одан кейін, допустим, представьте, сіздерде $500 депозит. Енді маған қазір чатқа жазып кетіңіздер, $500-дың бұл мына сұрақтарыңызға жауап. Неше штугын аламын, қандай депозиттің жаңағындай процентімен пайдаланамын, қолданамын деген сұрақтарыңызға жауап болады бұл. Депозиттарыңыз, представьте, $500. И по чесноку осы сұраққа маған қазір чатқа жазып кетіңіздер. Осы $500-дың неше қаншасын сіздер жоғалтуға дайынсыздар? Кім қаншасын жоғалтуға дайын? Мен, например, $500-дың $30 жоғалтып алатын болсам, для меня это нормально. Мен сол күні спокойно шайымды ішіп отырам, спокойно дальше тамағымды ішем, спокойно барып далаға жұмысымды бітіріп келем, спокойно балаларыма срываться етпей, настроениемді құртпай, түнгі ұйқымды спокойно ұйықтай аламын. Егер де менің депозитім әрине $500 болса, соның $30-ын мен слив жасап алып жатсам, мен өз-өзімді кешіремін деген сияқты. Әр адамның өзінің несі бар, я? Біреу $500-ын даже $10-на, $10 нормально, кто-то $50, кто-то $20. Вот соны маған жазыңыздар. $100 тым көп, $45 нормально дейді, жақсы. $100 көп қой, сіз почти неше процентін? Это очень много. Так, жазыңыздар қалғандарыңыз. Процентпен емес, маған доллармен. Жақсы, $25. Жарқынхан процентпен емес, немен, доллармен жазыңыздар. Так, $20 дейді, $25, все. $100 деген көп, мына бірінші жауап, сіз өзіңіздің бүкіл депозитіңіздің 20%-ын бір күнде минус болатын болсаңыз, бітті, сіздің депозитіңіз бір-ақ аптаға шыдайды. Так, $20 дейді, жақсы. Енді в целом математикаға салып қарайтын болсақ, бізде депозиттің негізінде бір сделкаға 1-3%-ын қолдануға негізінде рұқсат. Но енді 1-3%-мен отырып қалатын болсаңыздар, әрине тым ұзақ уақыт кетіп қалады, сол үшін былай істейсіздер. Мысал үшін, Асия ханым $20-ын жоғалтуға дайынмын дейді, $500-ын, и для нее это нормально. Енді қараңыздар, $20. Енді былай істейсіздер, $20-дың егерде 10 штукпен ашатын болсаңыз, сделканы, сіз стопты $2 движение стопты қоя аласыз.
$2, значит сіз өзіңізге кешіре аласыз. Егер де бұны 5 штукпен ашатын болсаңыз, сіз уже қараңыз, $4 движение өзіңізге стоп қоюға, стоп алуға, точнее стопыңызды уже тым жақын қоймайсыз, иә? Потому что мынандай бұл жердегі бір нюанс бар. Енді мен оны бәріне айта бермеймін, но тем не менее айту керек. Допустим, 10 штукпен бұл кісі кірді сделкаға, и, допустим, на уровеннен выше лонг кіріп жатыр, кірді, да, допустим, лонгқа кетеді деп, и стопын алады да, кірген жерден $2 төменге қарай қойып қояды. 10 штукпен ашса, $2 движение стоп қоя алады. 5 штукпен ашса, бұл кісі уже $20 өз-өзіне рұқсат беріп тұр ғой жоғалтуға, иә? Значит, стопты $4 движение қоя алады. Қараңыздар, уже мына жаққа стопты қоя алады. Ей не страшно, баға глубоко тексеріп жатырмын, у нее стоп стоит, и она себе разрешила мынандай психологиясын ойнатпайтын. Естественно, біз $4 тексеретін жерден кіргізбейміз сіздерді, но енді бұл рынок, иә? 4 штукпен кірсеңіздер, уже $5 движение сіз өзіңізге нетесіз. Одан кейін бұл сіздерге неше штукпен аша аламын, неше штукпен ашу керекпін деген сұрақтарыңызға жауап. Депозиттарыңызда кімде қандай депозит, ол былайынша айтқан кезде мені қызықтырмайды. Ол жағын уже өздеріңіз санайсыздар. В общем, вам должно быть максимально комфортно. Енді прибыль жағын айтатын болсақ, міне сіздер кірдіңіздер, допустим, 5 штукпен кіріп отыр, иә, Әсия ханым 5 штукпен кірді, мына жерден баға кетіп жатқан кезде $4 движение мына жерге стопын қойып қойды, тым жақын қойған жоқпыз, потому что бұл жерде біз көбіне айтамыз, иә, студенттерге оқытқанда да айтамыз, $1,5 движение стоп қой. Болды, мынау қатып қалған заң деп айтамыз, но на самом деле бұл көбіне былай стопты жұлып кетіп жатады, иә, поэтому лучше аз штукпен ашыңыздар, но стопқа зато сіздерде разгон алуға нормально. Либо, допустим, басқа ханымдар, допустим, $10 жоғалтуға рұқсат береді, иә? Бұл кезде былай санайды. 5 штукпен ашып отырсаңыз, $2 движение өзіңізге рұқсат бересіз. 2 штукпен ашып отырсаңыздар, $5 движение стоп бересіздер деген сияқты ғой, осыны уже өз депозиттарыңызға санайсыздар. Сіздер мынандай жерден кірдіңіздер, стоптарыңызды қойып қойдыңыздар, все. 20 штук, ой, 5, так, неше штукпен кіреміз деп айттым жаңа? 5 штукпен кіріп отырық, да, допустим. И баға қараңыздар, $1,5 сіздерге плюс берген кезде, мынау расстояние $1,5 плюс беріп тұрған кезде, $1,5 деп отырғанымыз 5 штукпен санаған кезде, ну, где-то плюс 7, там, давайте 5 штукпен емес, 20 штукпен деп алайықшы, ну, там кішкентай болып кетті. Допустим, 20 штукпен кірді, и где-то плюс 35, сондай $1,5 движение плюсты жүріп кеткен кезде, біз айтамыз, сделкаларыңызды в безубыток қойыңыздар дейміз. Ол дегеніміз қалай? Сіздер мына тұрған стоптарыңызды мына кірген жерлеріңізге әкеп қою керек. Болды, сіз в ноль отырсыз. Мына стопты, уже мына стоп үшін уже все, қорқпайсыз, депозитіңізді қорғап қойдыңыз. Оны қалай қоясыздар? Портфель деген жерге кіресіздер, жаңағы ашық тұрған сделкаларыңызды тауып алдыңыздар, и сол жерде, сол сделканың үстіне басқан кезде стоп-лосс дегендеріңізді қосып қоясыздар, төменгі жақтан дистанция дегенді таңдайсыздар да, соны нөлге қойып қоясыздар. Болды, сіздер кірген жерде тұрсыздар. Дальше баға $1,5 плюстан дальше кетіп бара жатыр, $3 движениеға келген кезде, все фиксируем деген кезде қолдарыңызбен сделкаларыңыз жабасыздар. Но көбіне кейде мынандай ситуация болып жатады, баға әдемі кетіп бара жатқан кезде біз айтамыз, $3 движениені фиксировать етіп қоямыз дейміз. Ол кезде не істейсіздер? Жаңағы тағы да дистанция мен стоп-лоссқа кіресіздер де, уже дистанция в 0 тұрмайды, уже плюс 3 деп қоясыздар. $3 движение уже сіздерде мынау зафиксирован должно быть. Егер лонгта отырсаңыздар. Егер де шортта отыратын болсаңыздар, міне шортқа кірдіңіздер, мына уровеньді закреп жасап, не перехайын жасап, баға кетіп бара жатыр. Біз айтамыз, кіріңіздер дейміз,
стопты мынандай жерге қойыңыздар деп айтамыз, но тем не менее сіздер жаңағы расчетпен өздеріңізде санап отырыңыздар, иә. Өйткені мен лайфты сіздерге ғана өткізіп жатқан жоқпын, там помимо вас будет 100 человек. Біреу жаңағындай бұл ережені сақтанбай, жаңағы неше доллар терять етуге дайынсыздар деген сияқты сұрақтарына жауап бермей, бүкіл ва-банк кіріп жатады, иә. 80 штук беріп тұрма, 80 штукпен кіріп тұрады. Естественно, ондай адамдар даже $1 движениенің өзі оған $80 минуста әкеп береді. Сол үшін сол нені өздеріңіз үшін санап жаңағындай реттеп дайындап қойыңыздар. Кіріңіздер дейміз, шортқа кіріп алдыңыздар, стопты мынандай жерге қойдыңыздар деп айтамыз. Но сіз жаңағы ережені сақтанып тұрсаңыз, сіз мына жерге емес, можете чуть побольше поставить, да, стопты. И баға кетіп бара жатыр, $1,5 сізге плюсты беріп тұр. Мен айтамын, сделкаларыңызды без убыток қойып қойыңыздар. Портфельдағы сделкаңызды тауып алдыңыз, стоп-лосс деген жерге кірдіңіз, дистанцияға 0 деп қойдыңыз, все. Мына жердегі стопыңыз мына кірген жеріңізге кеп қалды. Дальше баға кетіп бара жатыр. Мына жерде сіз $3 плюсты беріп тұрсыз, баға пока мына жақта жүр. Мен айтам, $3 движениені фиксируем деймін. Сіз аласызда не істейсіз? Мына жақтағы уже стопыңызды бүйтіп астыға түсіріп әкеп қою керексіз. Минус $3 движение болады. Шорт болса минус, лонг болса плюс деп жазасыздар, в общем. Бұл енді стопты қою ережесі. В безубыток қоямыз, $3 движение деген сияқты соның барлығын дұрыстап тұрып тыңдап отырыңыздар. Одан кейін, так, стоп, депозиттарыңызды салу жағын ва-банк кірмеңіздер, үлкен депозитпен кірсеңіздер қорықпай, уже уверенно отырыңыздар. Ақшаларыңызға қарай акцияны аласыздар, қайталап айтам, штук санын санап, психология жағын өздеріңіздің комфортпен отыратындай етіп. Одан кейін, қазір мен сіздерге барлық ережемен таныстырамын. Кеше пробный дейінге қатыстыңыздар, но пробный күніміз біздің кеше күн қатты особый әдемі жүріс болған жоқ. Да, ол әдемі құлап берді, да, әдемі құлады, но тем не менее жаңағындай біздің рискті алатын күннің бірі болған жоқ, потому что жаңағындай айтқан импульсный свечалармен қозғалды. Ондай жерде бізде спред үлкен болады, біз кіргіміз кеп тұрған жерден кіргізбеуші еді, но тем не менее кірдік, $1,5 движение алып шықтық, оның өзі жақсы. И қараңыздар, қысылған күндері біз сделкаға кірмесек, значит сіздерде кірмейсіздер. И ондай күні артынша өздеріңіз басқа уақытта кіріп жатсыздар ма, это тоже нас не касается. Мен де біраз рискті алып отырмын, сіздердің алдарыңызда жауапкершілікті алып отырмын. Сол үшін де сіздердің маған деген жаңағындай ожиданияларыңыз қатты болсын деп мен я не хочу. Потому что когда человек сильно от кого-то что-то ожидает, у нас как получается, мақтаған қыз тойда ausырады деп бекер айтпаған ғой, поэтому на расслабоне, бір-бірімізді қыспақтамай, әуелі Алладан сұраңыздар, Алладан тілеңіздер, ниеттеріңіз түзу болсын. Мен жай себепкермін, қатты мені бір құдай ретінде қарап, ванга ретінде қарап, мені қатты возвышать етпеңіздер. Мен де адаммын, мен де жаңағындай, но мендегі қатып қалған ережем бар, дисциплинам бар, профессионализм бар, и соның арқасында сіздерді біз осындай проектті ашып жатырмыз, иә. Мен рисковать еткендіктен маған, Алтынай ханымға жаңағындай, мен кредит алып едім, жаңағындай қарыз алып едім, осындай сумманы құйып едім, ақша шығару керек болып тұр еді деген сияқты проблемаларыңызбен жекеге шықпаңыздар. Жекеге шыққан адамды я просто буду блокировать, и онда адамның ақшасын біз возврат жасамаймыз. Не только онда адамның, егер де қазір бір күн стоп алып, ойбай, стопты қоймай, айтып тұрған жерден шығып кетпей, ауыздарыңыз ашылып, жаңағындай мәңгіріп отыратын болсаңыздар, интернетін ұстамай қалды, естімей қалдым деген сияқты бір кер тартпақ адам болады. Сондай бір, мынандай всегда екіге бөліп қарастырам адамдар. Нытики, у кого постоянно негатив, біреуді кінәлай беру, жалоб айта беру деген сияқты, я жертва рөлінде отырған адам болады. Или есть человек слова, который просто говорит и просто делает. Бітті. Сондай адамдардың қатарында болсаңыздар,
бір күн стоп алдым, а чё сіз былай дедіңіз ғой деген сияқты жаңағындай ныть ететін болсаңыздар, мен әлі ақшаларыңызды қайтарып беруге бүгін срок беріп тұрмын. Қазір міне зумды аяқтағаннан кейін мен жекеме жаза аласыздар. Аида ханым, что-то мен қорқып тұрмын, давайте мен ақшамызды қайтарып бере қойыңыз, я не в деле деген сияқты айтсаңыздар, бүгін қайтарып беремін. Но бүгіннен былай қарай уже қосылып, все, давайте я с вами до конца, все нормально дейтін болсаңыздар, мен мынаны қарызға алып едім, ақшамды қайтып бере қойыңыз деген әңгіме жоқ. Ақша уже бүгіннен былай қарай қайтарылмайды. Сол үшін бала позициясында емес, кәдімгі взрослый адам позициясында болғандарыңызды сұраймын. Не үшін ниет тақырыбын тағы да қозғағым келіп отыр, потому что ақша табуға ниеттеніп отырсыздар. И мынандай адамдарды біз кездестірмейміз, иә? Богатые люди, которые ходят жертва ролінде. Нет таких богатых людей. Богатые люди – это рискованные, жаңағындай алды артына қарамай айтқанын істейтін, дегеніне жететін, ешқандай да проблемаға барлық проблеманы төтеп беріп, просто сол проблеманың решениесін іздеп жүрген адамдарсыздар деп ойлаймын сіздерді. Кредит, қарыз, рассрочка, ондай тақырыпты біз қозғамаймыз деп ойлаймын енді. Кеше де маған біраз адам рассрочка сұрады, негізінде ондай адамды қабылдаған жоқ. Я бы могла бы сейчас просто количество набрать и сказать, все, давай, кел, кірсең болды, маған главное. А там меня уже не волнует деп. Но я так не хочу. Ондай адамның жүгі ауыр, ондай адамның энергетикасы ауыр. Мен де адаммын, мен де біреудің проблемасын естіп алсам, мен де уайымдаймын. Көріп тұрған нәрсемнен мен де шатасып кетуім мүмкін. Сол үшін маған проблемаларыңызды айтпаңыздар. Сделкаға кіретін кезде қайталап айтамын, спредке мән беріп отырыңыздар. Продать, купить клавишаның ортасындағы спред 30-дан асып кетпеу керек. 30-дан асып қатты асып кетсеңіздер, ол все біздің кірейін деп тұрған жерден кіргізбейді сізді. Бүгін сигнал болмады, бір күн қосып бересіздер ма деген әңгіме жоқ. Міне 13 күні бүгін басталады. Келесі айдың 13-не дейін сіздер сроктарыңыз бар. Так, күнделікті сделканы отчетін салып отырасыздар. Минус болса минустарын саласыздар, плюс болса плюстарыңыз саласыздар. Көз тиеді деген жоқ. Это я для журнала. Не для того, чтобы сіздерді сглазить, кім қанша деп аңдып ақшаларыңыз санау мақсатында емес. Ол мен үшін отчетқа өте важно, өйткені бұл біздің кәдімгідей ашып отырған проект болғандықтан, масштабқа шыққымыз келіп отырғандықтан, в дальнейшем басқа да адамдарды доходқа шығарғымыз келіп отырғандықтан, отчет сіздерден стабильно күнделікті. Мен мынандай штукпен, кәдімгі скринмен жібересіздер. Профиттарыңызды, тапқан ақшаларыңызды, осыншама керек емес артық әңгіме не деген сияқты. Просто тапқан ақшаңыздың скрины, осындай бағадан кірілгенін көру керекпіз, осындай жақтан шыққандарыңызды көру керекпіз, қанша доллар движение ұстағандарыңызды көру керекпіз. Біз көбіне Теслаға жасаймыз. Параллельно 2-3 акция қоспаймыз. Әр қарай біз сіз жасаған сделкаларыңызға біз жауап бермейміз. Сигнал каналда артық сөйлемейсіздер. Кеше де байқадыңыздар, микрофон барлығы өшіп тұрады. Просто чатқа жазып отырсаңыздар болады. Одан кейін кеше комментарийда енді осы чатта отырған адамдардың арасында емес, общий отырған жақта бір мынандай комментарий оқып қалдым. Ми ашу болып жатыр деп. Ми ашу болады, потому что ол адамда білім жоқ. Ол кісі просто түсініп отырған жоқ. На самом деле ол кісі түсініп отырған жоқ. Мен оны комментировать етем. Для чего? Потому что я это все говорю мысли вслух қой. Мен сделкаға кіру үшін мен подтверждение көруім керек. Я должна думать, ага, я напрягаю свой мозг. Так, мынандай болып жатыр, ага, мынау бүйтті, үйтті, сөйтті. Все, кіреміз, болды, кіріп кету керексіздер. И ол комментарий мешать етіп жатса, мән бермеңіздер, кіреміз деген сөз тыңдап отырыңыздар, болды. Я просто не обязана, да, сіздерге түсіндіріп, мынандай уровень, оны сұрамайсыздар деп та ойлаймын, өйткені сіздер қазір білімге фокус қойып тұрған жоқсыздар, сіздер конкретно ақша табам деген фокуспен кеп отырғандықтан, комментарий в любом случае болады. Лайф бойы үндемей отырып, тек қана екі-ақ сөз кіреміз, шығамыз деген болмайды, потому что мен ойланып жатырмын, мен
маркеттің жүрісін түсініп жатырмын, өзім үшін анализ жасап жатырмын, делюсь командаммен. Командамда екі адам бар, Алтынай ханым, Айкен ханым. Сол үшеуміз делимся, идеальный ТВХ іздеп жатырық, идеальный кіретін жер іздеп жатырық. Поэтому ол комментарий также мешать ететін болса, осы зум аяқталғаннан кейін оны да айтып, ақшаларыңызды кері қайтпауға әлі мүмкіндік, уақыт бар. Так, рискті сақтап, барлығын ойланып, анализ жасап, жаңағындай ойланып отырғандықтан я буду комментировать в любом случае. Но қалған жақтан сіздерге шум жасап, ондай мешание болмайды. Единственно, микрофон барлықтарыңызда өшіріп тұрады. Единственно, чатқа жазасыздар, болды. Так, сосын өткенде біз бір кісіні пробна кіргіздік. Ол кісіде мынандай қателік болды. Мен әлі кремін деген нені айтқан жоқпын, подтверждение, даже крем деген сөзді де айтқан жоқпын. Ол кісі асығып лонгқа кіріп кеткен. На самом деле біз сол күні шортқа кірдік барлығымыз. Әлі крем деп айтқан да жоқпын, и ол кісі сол күні сделкасын нормальный минуспен жапты. Поэтому әлі креміз деген сөз шықпады ма, мен то, что комментирую, да, ол комментариймен самостоятельно сделкаға кіріп кетпеңіздер. Нақты күтіңіздер. Креміз, шорт, кіріп бар жатырмын немесе крем деп жатырмын деген сияқты сөздермен ғана кіріңіздер. А так свечка қуалап, самостоятельно кірдіңіздер ма? Мен байқамай кіріп кеттім. Енді ең құрмағанда хотя бір 50 000-ымды қайтып беріңізші. Жарайды, кірген 3 күнімнің ақшасын ұстап қалыңыз, қалған ақшасын қайтара салыңызшы деген сияқты әңгіме айтатын болсаңыздар, я вас просто буду удалять. Не то, что ақша қайтармақ түгіл, қалған күндердің өзіне де қоспаймын. Сол үшін железный, строгий ережелердің барлығын айтып бердім, соны сақтаныңыздар. И қазір сұрақтарыңыз болса, максимально қойып алыңыздар. Не түсініксіз болып жатыр? Что справедливо, что несправедливо по-вашему? Вот соның барлығын сұрап алыңыз. Айда хана, саламатсыз ба?